Өткен уақытта Ресейде қыстар мен суықтар болмаған. Калуга облысындағы Иса Мәсіхтің трансфигурация шіркеуі. Шіркеу аяссыз жылы климат үшін салынған. Бұл шіркеуді салу кезінде жылыту жүйесі орнатылмаған. Пештер, жылытқыштар, түтін шығаратын мұржалар жоқ. Онда ештеңе жоқ. Және олардың іздері де жоқ. Бірақ Ресейде жылытусыз өте суық. Қоғамдық орындар жылытылады. Сондықтан пеш кейінірек жасалды. Ол дәл осы жерде, кіреберістің жанында орналастырылды. Әуе жылу пердесін жасау үшін. Олар пешті орнату үшін қабырғаға ойықтар қазды. Қабырғаның кірпіштерінің тегістелгені анық. Бұл құрылысқа арналған месонри емес. Қабырғада көп гипс қалды. Пластер жұмыс істеп тұрған пештің ішінде болмау керек. Ол жанатын болады. Қабырғада түтінді шығару үшін арна жасалды. Ішінен тығыздалып, құбыр жасау үшін тесілген арна жабылды. Түтін құбырына жақынырақ қарайық. Түтін шығатын құбырдың ішіндегі кірпіштердің сынған және чиптелгені анық көрінеді. Біреу кірпіштерді қабырғадан қатты тартып шығарып, түтін шығатын құбырды жасаған. Шіркеу қабырғасының кірпіштері арасындағы ерітінді ақ. Міне жарқын. Мұржаның кейінірек жасалған қабырғасындағы кірпіштер басқа ерітіндімен байланысқан. Оның қоңыр түсі бар. Мұржаның осы кішкентай қабырғасы кейінірек жасалды. Неліктен орыс сәулетшісі шіркеуді салғанда жылыту үшін пеш жасаған жоқ? Ол суық орыс қыстарын ұмытып кетті ме? Бұл шіркеудің тағы бір элементіне назар аударайық. Храмның ғимаратындағы бүйір есіктер. Есіктер темірден жасалған. Металл жылуды жақсы ұстамайды. Ғимарат металл есіктер арқылы көп жылу жоғалтады. Мұнда біз екінші қосымша есіктің орнатылу іздерін көреміз. Храм салынғаннан кейін ішкі қабырғалар сылақпен жабылып боялды. Бірақ содан кейін есік жақтауының бұрышын тегістеу үшін сылақпен бояудың үстіне құрылыс қоспасы қолданылды. Содан кейін ол сұр бояумен боялды. Оған басқа қырынан қарайық. Мұнда да солай. Бір қабат гипс, бір қабат бояу. Ал үстіне бұрышты тегістеу үшін құрылыс ерітіндісі жарылған. Қосымша есік қаңқасын орнату үшін. Содан кейін үстіне сұр бояумен боялады. Ғимараттың ерітіндісінің түсіне қараңыз. Шіркеудің қабырғасында, кірпіштердің арасында ақ ерітінді. Қосымша есіктер сарғыш қоңыр түсті ерітіндімен орнатылған. Бұл кейінірек тесілген түтін арнасының тығыздау үшін қолданылған ерітіндінің түсіне ұқсайды. Мүмкін түтін арнасы мен қосымша есіктер бір уақытта жасалған. Храм ішінен сылап, боялғаннан кейін. Яғни толықтай пайдалануға дайын. Шіркеу ғимаратының сыртқы бөлігі орыс аязынан қорғау негізінен айырылған. Су ылғалдылығы жерден кірпіштердің ішіндегі капиллярлар арқылы көтеріледі. Суықта су қатып, кірпіштерді сындырады. Бұрыштарда үлкен бөліктер түсіп кеткен. Бұл орыс аязынан болды. Ғимараттың төменгі бөлігі түгелдей құлап жатыр. Мұнда да солай. Тастар құлап, қабырғадан түсті. Сондықтан Ресейдің аяздары негізі үшін қысқы қорғау жоқ ғимараттарды жояды. Ал осы шіркеуде қорғау жоқ. Бұл шіркеу аяссыз жылы климатқа арналған. Белгіде шіркеудің 1791 жылы салынған жазылған. 18 ғасырдың соңында. Егер дата дұрыс болса, онда 200 жыл бұрын Ресейде қыстар мен аяздар болмаған. Бұл ресми тарихтың айтқысы келмейтін нәрсесі. Менің арнамда сіз адамзаттың шынайы өткеніне қатысты көп нәрсені үйренесіз. Тарихшылар бізден шындықты жасырып қалды. Мен өзім анықтауға тура келді. Мен сіздер елестете алмайтын нәрселерді таптым.